Түйсігіңмен ойлай біл. 3 бөлім. Көзге елестету немесе ойша көру. Менің миымда ойлар жоқ, бірақ ол дүниеге бірнеше түсінікті әкелетін күшке ие. Ральф Уолдо Эмерсон. Адам қалай жеңімпаз болады? Табысты адамдардың сәтсіз адамдардан айырмашылығы қандай? Барлығы менің басымда, дейді Арнольд Шварценеггер. Ол мультимиллионер, жылжымайтын мүлік нарығындағы табыскер магнат, киножұлдыз, культуризммен айналысушы, әлем мистер атағын 5 рет иеленуші. Осының бәріне ол өз бетімен қол жеткізді. Бірақ әрдайым осылай болған жоқ. Қолында ештеңе болмаған сәттерде Арнольдтың жадында. Арнольд мына ойға сенімді болды. Ми оның барлық жоспарларын жүзеге асыратын кілт. Кішкентай бала кезімде мен ойша өзімнің қандай адам болғым келетінімді елестететінмін. Мен өз ойларымда ешқашан күмәнданған емеспін. Шын мәнінде ми бірегей болып келеді. Әлем мистер атағын алған маған алғаш рет бергенге дейін мен осы сайыста бірнеше рет өзімді жеңімпаз ретінде елестететінмін. Бас жүлде менікі болды. Мен ойша осы атақты бірнеше рет иеленгендіктен осылай болатынына күмәнданған жоқпын. Менің кинодағы жетістігім осындай болды. Мен өзімді көп ақша табатын талантты актер ретінде көретінмін. Мен сәттілікті оның дәмін сезетінмін. Мен оның жүзеге асатынын білдім. Крис Пулайн фристайл бойынша әлемге кеңінен танымал. 1976 жыл мен 1982 жыл аралығында 6 рет Еуропа кубогын жеңіп алған атақты батыс герман тобының мүшесі болды. Оның айтуынша, біздің жаттығуларымыздың белгілі бір уақыты ми күшін нығайтуға бағытталған психологпен жұмыс жасауға арналды. Жаттығулардан кейін біз медитация жасайтынбыз. Психолог бізден әр бөктерден, әр трамплин мен бұрылыстан ойша өтуімізді өтінді. Бұл ойша жаттығу кезінде біз шынайы жаттығу кезіндегідей қауырт жұмыс жасадық. Кез келген қызметтегідей спортта да толыққанды жетілу өз іс-әрекетінің нақты ойша образын жасау қабілетімен тікелей байланысты. Крис өзінің не айтып отырғанын нақты біледі. Ол тек қана алтын медаль иегері емес, сонымен қатар бизнес және спорт бойынша қарқынды дамып келе жатқан консалтинг компаниясының басшысы. Компанияның мақсаты осындай әдістемені пайдалана отырып, қалай жеңіске жету керек екенін адамдарға түсіндіру. Өмірде ешқашан қайғырмайтын, қалжыңды түсіне білетін Брайан Эдвард өмірді сақтандырумен айналысады. Мен онымен дәріс оқу айналымы кезінде танысқан едім. Содан бері біз жақсы достар деңгейіне жеттік. Ол күнде ұйықтар алдында ертеңгі күні жасауға тиіс кездесулерді ойша елестетеді. Брайан әр клиентпен пікір алмасуды ойша суреттейді. Ол күннің сәтті өткенін елестетіп, оның нәтижесінде көптеген сақтандыру келісім шарттарын жасағанын ойша бейнелейді. Брайан ұйықтар алдында және таңертең оянғанда 10 минут уақытын осылай ойша елестетуге арнайды. Жалпы бір күнде 20 минут уақытын бөледі. Брайан Эдвардс көптеген сақтандыру агенттері жарты жылда жасайтын сақтандыру полистерін бір күн ішінде жасап, тұрақты түрде өз мамандығының ең озық 1% өкілдерінің қатарына кіреді. Аталған 3 адам түрлі мақсатқа ие және өмірлік болашақтары да әр алуан. Бірақ үшеуі де шынайы өмірді жасауға көмектесетін және оған белсенді түрде әсер ететін көзге елестету немесе ойша көру әдісін қолданады. Көзге елестету бұл ойша көру, әлі басынан өтпеген жағдайда өзінді көру. Адам өзі ұмтылғанға және өзіне қажеттіні иеленуші, немесе өзіне керекті жасаушы ретінде елестетеді. Мысалы, сіз өзіңізге сенімділікті дамытқыңыз келеді. Сіз қиялыңызды пайдалану арқылы өзіңізді өзіне сенімді адам ретінде елестетесіз. Ойыңызда батыл қадамдар жасап, түрлі адамдармен емін-еркін араласасыз. Сіз өзіңізге қиындық тудыратын жағдайды елестетіңіз. Бірақ бұл жағдайда
өзіңізді емін-еркін, жеңіл әрі сәттілікке қол жеткізген адам ретінде суреттеңіз. Достарыңыз бен әріптестеріңіздің сізді қалай құттықтап, жылы ілтипат білдіріп жатқанын елестетуге де болады. Сіз өзіңізге сенімділік қасиетін дамытқаныңыз үшін және нәтижесінде болған өзгерістер үшін де мақтаныш пен қанағаттандырарлық сезіміне иесіз. Ненің болуы мүмкін және сіз қандай жағдайға тап болатыныңызды елестетіп, осы жағдай шынайы өмірде болып жатқандай суреттей аласыз. Сәтті көзге елестету құпиялары. Бірінші, сіз неге қол жеткізгіңіз келетінін шешіңіз. Емтихан тапсыру, жұмыста жоғарылау, біреумен танысу, көп ақша табу, сквошта ұту. Екінші, өзіңізді еркін ұстаңыз. Бірнеше минутқа барлық істі жинап қойып, денеңіз бен жан дүниеңіз демалсын. Үшінші, 5-10 минут аралығында өзіңіз қалайтын өмірді ойша елестетіңіз. Сіз кем дегенде ненің болу мүмкіндігін ойлағанша, сіз не жасап жатқаныңызды, немесе нені иеленіп жатқаныңызды ойша елестетіңіз. Өз ойларыңызда осының бәрі шынайы өмірде болып жатқандай өмір сүріңіз. Қысқа ғана ішкі видеофильм жасаңыз. Өмірде өзіңіздің жасағыңыз келген істі жасап жатқаныңызды елестетіңіз. Бір жағынан, сіз осы жағдайдың әлі шындыққа жанаспайтынын түсінесіз. Әлі шынайы өмірге айналмағанын білесіз. Бірақ біз өзіміз жиі ойлайтын, суреттейтін картиналар біздің мақсатымыздың пландарына айналады. Энергиямен толтырылған форма бейнелесін иеленеді. Бұл картиналар сізге жұмыс жасайтын шынайы күш. Көзге елестету кезінде өзіңізге қажетті қасиеттерді өз бойыңызда бар сияқты бейнеленіз. Егерде сіздің ойша образыңызға талант, ерлік, байсалдылық, қайсарлық қажет болса, онда осы қасиеттерді міндетті түрде қосыңыз. Кей кездері сіз өзіңіздің мақсаттарыңызға жеткеніңізді көресіз, кинофильм қарап отырғандай, ал кей кездері сіздің мақсаттарыңыздың жалпы картинасы бейнеленеді. Мұның екеуі де жақсы. Нақты және еркін көзге елестетуді бір-бірімен алмастырып, 5 минуттан пайдалануға да болады. Немесе өзіңізге ұнаған біреуін таңдап, бір бағытта жұмыс жасауға да болады. Көзге нақты елестету. Өмірде өзіңіз неге қол жеткізгіңіз келеді, соның нақты бейнесін, көрінісін ойша елестетіңіз. Алдын ала дайындалған сценарий бойынша бірнеше рет елестетіңіз. Еркін көзге елестету. Образдар мен ойларға бірін-бірі еркін алмастырып отыруға мүмкіндік беріңіз. Ойлау барысында ойыңызды бағыттауға ұмтылмаңыз. Сіздің мақсатыңызға жетудің оңтайлы жолын көрсеткен сәтке дейін. Екі әдісті де қолданыңыз, бірақ есіңізде ұстаңыз. Ең бастысы ол тәжірибе. Көпшілігі көзге елестетудің алғашқы қадамдарында қиыншылықтарға тап болады. Егер де сіз де осындай жағдайға тап болсаңыз, уайымдамаңыз. Картина міндетті түрде толыққанды және аяқталған болу керек емес. Көзге елестетуді күнделікті пайдалансаңыз, сіз уақыт өте миыңыздың өзіңіз қалаған картинаны ойша жасайтынына таң қаласыз. Айта кеткен жөн, бір нәрсені бір немесе екі рет елестету жеткіліксіз. Өзіңіз қалаған образды мақсатыңызға жеткенге дейін апта және бірнеше ай бойы елестеткен жағдайда ғана сіздің санаңызда белгілі бір картина пайда болып, нәтиже береді. Бір-екі рет көзге елестетіп, алған нәтижеңізді бағалаудың қажеті жоқ. Егер де сіздің бойыңызда күдік туған жағдайда, оларды елемеуге тырысыңыз. Күдіктену сезімі міндетті түрде пайда болады. Пайда болған күдік сезіміне қарсы тұрам, күресем деп ойлаудың қажеті жоқ. Олар өздігінен пайда болып, өз еркімен ғайып болады. Көзге елестетумен айналыса беріңіз. Сонда ғана сіз өзіңіздің армандаған мақсатыңызға жетесіз. Сәтті көзге елестетудің екі шарты. Бірінші, әрдайым өзіңіздің мақсаттарыңызды елестеткен жағдайда, бұның бәрі қазіргі сәтте болып жатқанда елестетіңіз. Оны өз санаңызда шынайылық ретінде көрсетіңіз. Бөлшектен құралған образдар жасаңыз. Рөлге кіріп, оны ойша ойнаңыз. Екінші,
Мақсатыңызды кем дегенде күніне бір рет ойша елестетіңіз. Бір күнді де бос жібермеңіз. Қайталау білім алуды негізі. Сіздің миыңызда пайда болып сақталып қалған кез келген ой сіздің өміріңізге әсер етеді. Кеңінен танымал психолог Алан Ричардсонның тәжірибесі жайлы сіздерге баяндағым келеді. Бұл тәжірибе құжат жүзінде дәлелденген. Студенттердің баскетбол командасы 3 топқа бөлінді. Әр топтағы ойыншының нәтижесі анықталып, есепке алынды. Бірінші топ ойыншылары күнделікті спорт алаңына келіп, допты беру тәсіліне жаттықты. Екінші топ ойыншылары мүлдем жаттыққан жоқ. Ал үшінші топ ойыншылары жаттығудың ерекше түрімен айналысты. Олар спорт алаңына бармай, өз бөлмелерінде қалып, жаттығу процестерін ойша елестетумен айналысты. Олар өздерінің доп соғып жатқандарын, елеулі шотпен алда келе жатқандарын елестетті. Үшінші топ ойыншылары бұл жаттығу түріне күніне жарты сағат арнап отырды. Ойша жаттығулар күнделікті жасалынды. Бір айдан соң осы 3 топтың ойыншылары тексерістен қайта өтті. Бірінші топ, яғни спорт алаңында күнделікті жаттығумен айналысқандар өз нәтижелерін 24%-ға жоғарылатты. Екінші топта, яғни жаттығумен айналыспағандарда ешқандай өзгеріс болған жоқ. Ал үшінші топтың ойша жаттыққан ойыншылардың нәтижесі күнделікті спорт алаңында жаттыққан ойыншылардың нәтижесінде болды. Демек, шығармашылық көзге елестету үлкен күшке ие, бірақ мұнда ешқандай да табиғаттан тыс күш жоқ. Ол сіздің ішкі тетік пен энергия жұмысына, сонымен қатар өзіңіздің ішкі ресурстарыңызды шығармашылық бағытқа бағыттауға негізделген. Елестетуді дұрыс пайдаланып, ұйымдастырған жағдайда ол адамның қарқынды мүмкіндіктерінің біріне айналады. Осы қабілеттілікті қазіргі сәттен бастап пайдалануды қолға алыңыз. Бұл құбылыстың арнайы жақтарын ойламаңыз, қобалжымаңыз, тек қана процеске сеніңіз. Ұсыныс сұранысты тудырады, сондықтан да қажетті нәтижені уақытылы аласыз. Сіз мақсатыңызға жету жолы мен тәсілін талабыңызға күмән келтірмеңіз. Табиғат өзіне қойылған талапты әрдайым орындайды. Көп жағдайда адамдар бірінші қадам жасамай-ақ барлық сұрақтар жауабын білгілері келеді. Біз алда болатын жағдайларды алдын ала және олардың барлық кезеңдерін білгіміз келеді. Өкінішке орай, бұл біздің қолымыздан келмейді. Кей кездері оқиға біз ойлағаннан ерекше бағытта дамуы мүмкін. Актриса Кэрол Бернетт Лос-Анджелесте дүниеге келіп, әжесінің қолында тәрбиеленді. Олар жәрдемақыға өмір сүріп, кедей болғандары соншалық, оның әжесі қоғамдық дәретханалардан дәретхана қағасын жинап жүретін. Әрине, оларда талантты қызды университетке оқуға жіберуге қаражат болған жоқ. Кэрол университетке оқуға түсуді армандайтын, және ол күндердің күнінде университетке оқуға түсетініне сенімді болды. Менің санамда мен университетке түсе алмаймын деген ой болған жоқ. Мен әрдайым өзімнің дәрістерге қалай барып жүргенімді, студенттер шағын қаласында өмір сүріп жатқанымды, өзіме қызықты пәндерді оқып жатқанымды қиялдайтынмын. Мен бұл жайында күнде ойлайтынмын. Мен де университетке оқуға түсуде бірде-бір мүмкіндік болмаса да, мен студент атанатыныма күмәнданған жоқпын. Ол ақшаны қайдан алды? Мектепті аяқтап жатқан кездегі күндердің бірінде мен поштаға бардым. Пошта жәшігін ашқан соң, маған арналған конвертті көрдім. Конвертте пошта маркасы болған менде, пошта мөр таңбасы болған жоқ. Демек, бұл хатты пошта арқылы жіберген жоқ, пошта жәшігіне сала салған. Конверт ішінде менің университетте 1 жылдық оқуыма арналған нақты сома болды. Конверт ішінде ақшадан басқа ешбір хат болған жоқ, тек қана ақша. Мен осы күнге дейін кім бұл ақшаны жібергенін білмеймін. Өз ойларыңызды ашу арқылы сіз жаңа мүмкіндіктерді ашасыз. Әрине, егер сіз көзге елестетумен айналыссаңыз, Кэрол Бернеттпен болған жағдай сияқты, жолыңызда сізге өзіңіз қалаған сома мен конверт ұсынған бейтаныс адамды міндетті түрде жолықтырасыз деп айтқым келмейді. Бірақ сіз өз мақсатыңызды жүзеге асыра алатыныңызға уәде беремін.
Бұған сенімді болыңыз. Сіздің ойларыңыз сіз ойлағаныңыздан да күштірек. Ал әрбір ойша образ сіздің өміріңізге әсер ете алатын шынайы күш болып саналады. Адам осындай мүмкіндіктерге ие деген көзқарас қиялдаушылардың ойдан шығарған тұжырымы емес. Олар біздің жан дүниемізде өзіміздің қалауымызбен пайдалана алатын тәжірибелік тетік ретінде өмір сүреді.